Заманбек Нұрқаділов алғаш рет сіз Заманбек Нұрқаділовті қай уақытта көрдіңіз? Ең алғашқы 89 жыл. Анандай жерде отыр екен Зәкең бар. Жеткенше аяғым, қолым бәрі дірілдеп кетті. Настолько ол кісінің анау мысы тураны көзбен тескен кезде, ойбай деп әрең жеттім ғана столдың жанына. Сондай бір салқын көзқарасы бүйтіп тесіліп қарап отырды маған. Сосын мен жаңағы қағазға жазып алып келген ғой. Иә. Деп бәрін оқып сосын 9 жыл болды апшеке тұрып жатырмын деп жаңағы. Мен бірінші очередьте тұрмын негізі. Квартираға негізі бірінші очередьте тұрмын. Уже алуым керек мен. Бірақ күйеуге кім шығады бізде Гүлдерде? Солар алып кете береді ылғи. Содан енді ана кісі қол қояды деп үміттеніп, сондай бір немен бардым ғой енді мен бір шалқып осылай бет. Сөйтсем ана кісі бәрін тыңдап отырды да. Ладно, иди. 20 күннен кейін кел маған деді. Ол дәл осылай айтты мені. Өтірік айтсам, төбемнен тас ұрсын. Сосын мені шок болып қалдым кішкене. Настыз, 20 күннен несі құрсын. Мен 1,5 айға гастрольге кетіп жатырмын ғой. Мен де тыныш отырмайтын қазақпын ғой енді. Сіз маған да или нет деп айттыңыз. Бересіз бе пәтеріңіз, бермейсіз бе деп. Қақылдап тұрмын ғой мен. Ана кісі шошып кетті менің андай сөзімнен ше. Ешкім үйтіп сөйлемеген болу керек. Орнынан ұшып түрілді бүйтіп. Иди, там тебе объяснят деді ғой. Дәл осылай айтты. Мен вообще шошыдым. Мынауың вообще жынды екен дедім. Жаңа бісмілләмді айттым дағы. Өлсем де алдыңа келмеймін деп кеттім ғой. Өліп кетсем де келмеймін қайтып деп. Сол общежитиеға кеттім де өкіріп тұрып жыладым. Содан жарты жылдан кейін мені Жібек Әмірханова деген кісі горисполкомға шақырып айтады. Мақпал айналайын, сен дайындал, Мароккоға баратын болдың, өлең айтасың. Аэропортта барсам, ұшайын деп кетіп бара жатсақ, ол кезде қарапайым адамдар самолеттің арт жағына мінеді, бастықтар алдынан ғана мінеді. Біз өтіп бара жатсақ, бір бастықтар тұр енді, біз жаңбыр сіркіреп тұр. Басына шляпа киген бір кісі тесірейіп тұрып маған бүйтіп қарап тұр екен. Көзім түсіп кетті де бүйтіп. Үйбай, мынаны бір жерден көргем дедім мен. Кімге айттым Гаухарға? Что-то знакомый мына кісі бар ғой, тұрып бір жерден көрген сияқтым деп. Мен ол кісінен шляпсыз көрдім ғой. Анау енді шляпмен тұр ғой, енді қайдан көрдім деп миым қатып тұр. Сөйтсем, это же Нұрқадилов деп жаңа Гаухар Мұрзабекова. Ойбай, бұл нағып жүр бұнда деп мен жаңа сөйттім. Сөйтсем айтады, біздің бастығымыз болып бара жатыр ғой. Делегацияның бастығы осы кісі дейді. Ол екінші рет кездесуіңіз? Сол екінші рет. Сөйтсем, сонда бұл кісі кейін бүкіл сырын маған ашты ғой. Сонда әдейі мені қосыңдар деп айтқан осы Зәкең екен.